Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Айгерім. Бүгін сіздерге осылай шашырап пісетін күріштің жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен күрішті жақсылап жуып, осылай кептіріп аламыз. Кейіннен газге кішкене май қойып, жаңағы күрішімізді осылай қуырамыз майға. Біраз майы араласып алғанша жақсылап қуырамыз. Майы сіңіп кішкене қуырып алғаннан соң қайнап тұрған суды құямыз. Көп құймаймыз суды, күріштен сәл асса болды. Кейіннен дәміне қарай тұз қосып, бетін жауып, жай отта пісіріп аламыз. Күріш дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ешқандай да жабысқан жоқ, езілген жоқ. Шашырап пісті. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Күріштеріңіз әдемі шығады. Енді сәндік үшін осылай пиалайға салып, кейін тарелкаға салып аламыз. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.